Дүние жүзіндегі ең қаны таза ұлттың ең біріншісі біздің қазақ халқы. Бұл жөнінде жақында ғана Америка ғалымдары зерттеу жүргізіп, осыны тағы тиянақтап берді. Қазақтың қаны таза болатындығы оның ділінің тазалығында. Қазақтың қаны таза болатындығы оның жылқы мінездес, жылқы тағдырлығында. Қазақтар ұлт болып қалыптасқан үшін, небір қырғындарда қырылып қалмаған үшін, әйтпесем аштықта аштан қатпаған үшін жылқыға қарыздар. Дүние жүзіндегі ең үлкен аумақтың бірін алып жатқан ел Қазақстан сонша жерді атам заманда жылқының қуатыменен, жылқының күшіменен, жылқының жүйріктігіменен алып қалды. Жылқы қазаққа жесе ет, ішсе қымыз болды. Қалған уағында бәйгеге қосар жүйрігі, сәйгүлігі болды. Қазақ қаны үшін жылқыға қарыздар дейтінім, жылқының етін жемейтін, сүтін ішпейтін түркі тілдес халықтардың кез келгенін алып қараңыз. Ағасының ұлы өзінің туған інісінің қызына үйленіп жата береді. Қазақ бір кездерден бастап ағасы мен қарындасының жастығын қатар қоймаса, осы жылқының етінен, жылқының сүтінен сіңген қасиеті деп білу керек. Ұлы сөзде ұяттық жоқ. Жұрттың бәрінің көбісі мақтап жүрген ақал текесі, не ағылшынның асыл тұқымды жылқысы деп жүргендері, бұлар жұмысқа жарамсыз, шабысқа шыдамсыз, төзімсіз, үнемі ауысым бойына, орысша айтқанда сменамен жұмыс істеп тұратын қараушысы болмаса, аштан өліп қалады. Қазақтың жылқысы тізесінен қарасып кетпесе, тебіндеп, жайылымнан қайта беретін жағдайы бар. Мен Мәскеу қаласына осындағы орыс қаламгерлерінің, әсіресе көрнекті орыстың жазушыларының бірі Виноградов Юрий Александровичтің, Мәскеудегі қаламдас қарындасым Тұрсынайдың шақыруыменен келіп, 70 жылдық мерекемді Қазақстанның Мәскеудегі елшілігінің үйінде өткіздім. Осы жиынға қандастарым көптеп келді, жақсы отырды, ұйымдастыруына көмектесті. Қазақ қай жерде де қазақ. Сондықтан тілін сақтап, ділін сақтап, Европаның төрінде отырған жерлестеріме үнемі сәттілік тілеймін, денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Қазағымыздың көк туын желбіретуге үлесін қосып, Қазақстанның табысы үшін қуанып жүре берсін. Рахмет.